Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен шиеден вареньенің қалай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте оңай, бір жасағаннан шығады, банкаларыңыз ешқашан атылмайды. Өздеріңіз білесіздер, қазір шиенің сезоны, сондықтан қыстың қамын жаз ойла деп, мен бүгін сіздермен шиенің вареньесімен бөліспекшімін достар. Менде бұл жерде шие, барлығын жақсылап 3-4 рет қайталап жуып алдым. Қараңыздар, түрі өте аппетитный болып тұр. Енді осының үстінен құмшекерімізді барлық бетін жауып тұрғанынша сеуіп шығамыз. Мендегі бұл жердегі шиенің салмағы 5 килограмм, ал құмшекерімнің салмағы 3 килограмм. Осылай шиелеріміздің барлық бетін жауып тұратындай қылып қойдық. Бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң газымызға қойып, ең төмен отта жарты сағат қайнатамыз. Жарты сағат қайнай бастаған кезінде, осылай бетіне қызыл болып шыққан кезінде, барлығын бір рет араластырып, тағы да жай қойып қайнатамыз. Бізде 15 минут қайнайды. Құмшекерімізді араластырып болғаннан соң осылай соғы бөлініп, өте керемет болып шығады. Қараңыздар достар, осылай қайнайды. Қайнаған кезінде осылай бетіне көпіріктері шығады. Сол көпіріктерді алып тастаймыз және бір араластырып 10 минутқа қайнатамыз. Түрі өте керемет, аппетитный болып шығып тұр, қараңыздар. Банкамызды стерилизациядан өткізіп жатырмыз. Бізде шиеміздің вареньесі дайын болып тұр. Келесі банкамызға толтырып барлық шиелерімізді құйып аламыз. Закрывашкамыздың көмегімен банкамызға бекітіп шығамыз. Осымен біздің өте оңай шиеден вареньеміз дайын достар. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Егер де менің арнам сіздерге ұнап жатса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.